алдағы уақытта келесі аптада супер марафон болайын деп жатыр. Бауыр басу теориясы бойынша. Сол теория арқылы қалай баланы тәрбиелеуге болады, қалай успешный бала өсіруге болады, сол туралы айтылады супер марафонда. Марафон 7 күн болады, и марафонда біз бауыр басу арқылы баланы қалай табысты етуге болады. Агрессивный бала, күйік бала, ата-анасына онша-мұнша ештеңесін айта бермейтін бала дейміз ба, балдар көп қой, енді сол балдармен қалай коннект құруға болады, сол туралы. Супер марафон деп неге атауы супер марафон? Өйткені шынымен де супер білім беріледі, супер информация беріледі, супер инсайттар беріледі, и супер прям практикада қолданып кететін білім беріледі. Яғни бауыр басу, қалай бауыр басуды қалыптастыруға болады. Біз в основном қалай самостоятельный болсын деп кішкентайынан етігің бауырын өзің байла, сен дәу жігіт болдың деп біз бірінші бауырымызға баспай тұрып, өзімізден алыстатамыз да, самостоятельный болсын деп. Хотя былай қараған кезде бірінші адам өзіне жақындатып алу керек қой, өзінің бауырына басып алу керек. Содан кейін барып самостоятельный қылып в мир жіберу керек. Бізде бірінші мынандай орындары ауысып кетеді, кейін үлкен кезде не дейміз, бөтен дейміз ба, чужой болып кеткен баланы көреміз дейміз. Бірінші самостоятельностьқа үйретпей, бірінші өзімізге жақын үйретуіміз керек. Сол туралы марафонда айтылады. Бала тәрбиесіне қызығатын, бала тәрбиесіне немқұрайлы қарамайтын, бала тәрбиесінде жауапкершілігі жоғары ата-аналар, бала тәрбиесімен айналысатын мамандар, барлығына керекті марафон болады. Марафон без воды, су болмайды, чисто контент. Джон Боулби деген ғалым деген психолог ғалым, осы ұлы отан соғысынан кейін көп балдар жетім қалған ғой енді. И сондай жетім балдарды зерттеген кезде именно ата-анасынан ажырап қалған, бауыр басу болмаған балаларды зерттейді. Сол кезде енді сол балаларды өмірінің барысында зерттеген кезде көбісінде ұрлық жасауға, теріс мінез дейміз ғой, енді теріс мінез көрсетуге бейім болған екен. Сонда өмірге сол бауыр басу теориясы өмірге келген екен соның арқасында. Келген адам өмірге келген кезде анасымен арасында бауыр басу болмаса, ол адам өмір сүруі екіталай қауіпті, ол ары қарай өмір сүруі. Сондықтан туылған кезде бала сүйкімді болады, иісі керемет болады, күлгені, жымиғаны, қарағаны, қылықтары бәрі керемет болады. Неліктен керемет болады? Чтобы бала сүйкімді болып, анасы оны жақсы көру арқылы өзінің бауырына тарту. Яғни бала осы өмірде тірі қалу үшін қалайда бүкіл өзінің өнерін дейміз ба, бүкіл әдемілігін, бүкіл қылықтарын бәрін, чтобы ата-анасының оған деген оны өзінің бауырына басуды қалайды, және сол үшін солай қылықтарды көрсетеді. Бұл енді просто қарапайым мысал ретінде айтып отырмын, негізінде ол өте үлкен күрделі процесс. Үй өртеніп жатса, анасы сол үйіндегі заттарды алып шығам деп отқа қарай жүгірсе, бала артына қарай жүгіреді. Сол анасы қайда жүгірсе, сонда жүгіреді. Отқа жүгірсе деп анасының артынан барады. Өйткені анасының қасында болу, анасымен екеуінің арасында байланыс болу, бауыр басу болу бала үшін маңызды. Соның бәрін марафонда 7 күндік марафон болады, интенсивный айтылады. Марафонға қатыссаңыз болады, өте құнды ақпараттар аласыздар. Близкие друзьяда, инстаграмда қамқорлық анатомиясы деген марафон жүргізейін деп жатырмын.